Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Өздеріңіз білетіндей, бұл бізде Талқа атты подкаст жобамыз. Бүгін біздің подкастымыз өте маңызды болмақ, себебі мұсылманның 5 парызының бірі болған, өмірінде бір рет қана жасалатын құлшылық қатарына жататын үлкен қажылық жайлы болмақ. Бізге тақырыпты толық ашып түсіндіріп беретін осы біздің YouTube арнамыздың басшысы, Тұлға зерттеу дамыту орталығының жетекшісі, Нұр Мүбарак университетінің ұстазы, исламтанушы теолог Жұмабекұлы Бекболат ұстазымыз. Ұстаз, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош болдық. Алла разы болсын. Ұстаз, осы иншалла алдымызда үлкен қажылық уақыты жақындап қалған екен. Соған орай осы үлкен қажылық жайлы көпшілік біле бермейтін және мән бере бермейтін тақырыптардағы сұрақтарды қарапайым халыққа түсінікті етіп, бір ашықтап түсіндіріп берсеңіз. Әдемі, бисмилла. Иншалла. Олай болса, ұстаз, осы алғашқы сұрағымыздан бірден кіріссек. Бисмилла. Ұстаз, осы үлкен қажылық жалпы кімдерге парыз және умрамен айырмашылығы қандай? Бисмилла, уассалату уассаламу аля расулилля. Мен Дәулет бауырым, рахмет. Алла разы болсын. Негізі өте керемет бұл ұйымдастырып жатқандарыңыз. Неге? Өйткені шынымен қажылыққа жақындады ғой. Енді қазір қажылыққа кетіп бара жатқан адамдардың барлығы бәлки иншалла ютубтан дәрістер қарайды, сабақтар қарайды, былай айтқанда дайындалғысы келеді. Иншалла кез келген адам бәлки баратын кезде сол дәрістердің бәлки осы дәріске жолығып, осы дәрістен бір пайда алып, қажылығын керемет орындап келсе, онда иншалла біздің бір қосқан үлесіміз болады деп сенемін. Сондықтан иншалла жақсы. Аллаға соны ол кісілердің құлшылығына, сонда бір жәрдемдесіп, көмектесіп, кемел орындалуына көмектесек күшті болады деймін. Енді иншалла сіз айтып отырсыз ғой, жалпы Алла қаласа, енді шынымен өте аз уақыттар қалды. Қажылық пен умра кімдерге парыз, айырмашылығы не? Жалпы умраның күні бәріміз білетіндей сүннет, сүнна муаккада, бекітілген сүннет екен, иә, фарз емес. Ал қажылық жалпы жағдайы жеткен адамға, дені сау болған мұсылман адамға, балиғатқа толған кісіге, ақыл есі болған адамға фарыз. Дұрыс ма? Фарыз болып табылады екен, өмірінде бір рет орындау, өзіңіз айтқандай. Өйткені бұл амал сондай мұсылманның 5 парызының бірі, қажылық. Енді бұл қажылық амалы фарыз болған кезде жалпы біз айтамыз да қазір. Сонша бір андай құлшылықтар бөлінеді кейде. Тек қана денемен орындалатын құлшылықтар бар да, тек қана денемен деген не ол? Мысалға намаз орындайсыз, денемен құлшылық. Ораза ұстайсыз, денемен құлшылық. Зекет ол малмен құлшылық. Зекет берген кезде немен береді? Тек қана мал берсе, денесін былай айтқан денемен құлшылық қылмайды ғой. Онда кейбір құлшылықтар не болады екен? Ақшамен болады да, малмен болады екен. Енді қажылық қандай құлшылық? Қажылық малмен де денемен де құлшылық қой. Көрдіңіздер ма? Өйткені сіз былай айтқан кезде 2 миллион, 3 миллиондай ақша жұмсайсыз, одан да көп бәлки 3 миллион, 4 миллион көлемінде ақша кетеді. Енді біршама ақша жұмсап жатқаннан кейін, екіншіден одан бөлек қаншама машақат, қиындық көресіз. Онда ол денемен орындалатын және ақшамен орындалатын құлшылық екен. Бұл сауабы білесіз енді үлкен да иншалла, және фарыз. Сондықтан да менің айтатыным, енді бұл бастап жатсыз ғой, әдемі осындай бір қажылыққа байланысты керемет бастап жатыр екенсіз. Адам ақшасын жұмсағаннан кейін, одан бөлек өзі денесін, құлшылығын былай айтқан кезде өзінің барлық күш қуатын сарп еткеннен кейін кемел орындап келсе деген ниет қой. Кемел орындау үшін көбіміз біз дереу руханиятына қараймыз да. Бізге руханиятымызды күшті қылса екен, жаңа туған сәбидей болып оралсақ екен, немесе күнәмізден арылып жәннат нәсіп етсе екен деп ойлаймыз. Руханияты күшті. Бірақ руханият күшті болу үшін да бірінші оның рүкіндері, сүннеттері, уәжіптері, фарыздарын білу керек та. Адам бірінші соның фарызын, сүннетін, әдебін, рүкіндерін орындағаннан кейін руханият келеді да. Сен бұларды дұрыс орындамасаң, онда руханият келуі қиын. Сондықтан иншалла, енді бұл керемет Алла Тағала сол фарыз болған кісілерге, және қазір де міне уақыт болды, мен ойлаймын, уже қажылыққа баратын адамдардың саны белгілі. Алып қойғандар алып қойды, енді уже қажылықтың даже квотасы бітіп қалған. Алатындар алып қойды ғой. Енді алып атқан, сатып алып қойып, енді дайындалып жүрген кісілерге барынша дұрыс ақпарат берсек деген ниет иншалла. Сондықтан түсіндіңіз деп ойлаймын, жалпы қажылық амалдың фарыз екендігі. Өйткені пайғамбарымыздың хадисінде бар, иә, бізге 5 нәрсе ислам діні 5 тәрекке негізделген. Соңғысы не ол? Әл-хаджул бейт, яғни Каабаны қажылық қылу деді иншалла, иә, иншалла. Жаңағы сол парыз болған кісілерде не болу керек, ұстаз? Жаңағы парыз болу үшін. Парыз болу үшін не болу керек? Жақсы. Енді бұл парыз болу үшін айттық, бірінші жалпы мұсылман болу керек, бұл бір. Екінші айттық, ақыл есі болу керек дедік, балиғатта болу керек. Егер әйел азамат болса, оның жанына махрам болу керек. Махрам деген, яғни әйел азамат сапарға шыға алатындай қасында жолдасы болу керек. Немесе оның ағасы, әкесі деген секілді, немесе інісі, немесе балиғаттағы баласы болса, әйел азамат онда оған қажылық фарыз болады. Енді бұл қажылық фарыз болған кезде, және бұдан бөлек ақшасы болу керек. Қандай ақшасы? Барып келуге жететін. Барып келуге жететін ақшасы болғаннан бөлек, оның отбасына да ақшасы қалу керек.
Ол кісі бәлки 15 күн білесіздер, 2 апта 3 апта неде болады, қажылықта болады. 2-3 апта қажылықта болған уақытта отбасына да қалдырып кеткен нәпақасы болу керек. Егер осының барлығы болған болса, ол адамға қажылық міндетті түрде парыз. Ал енді қажылық былай болады да, қажылық ұстаз ақшасы бар адам кейін кешіктіре берсе бола ма? Асылында былай айтады, қажылық уәжіп болады, әл-фәур дейді, дереу орындау керек. Негізі ақшаң бар болса, кейінге қалдырмай, қазір жаспын ғой, кейін үлкен кезде орындаймын деп жүрмей алмау керек екен. Керісінше тез орындап, ертерек бітіріп тастау керек екен. Ал енді кейін кешіктіріп, бәлки кейін барам деп, кейін орындап жатқан болса да, ол да не демейміз біз? Қажылықтың қазасын өтеп жатыр демейміз. Қажылық өтеп жатыр дейміз. Иншалла қажылығы бар деп айтамыз. Бірақ дереу орындаған ол әрине бөлек. Бәлки сіз кейін орындайын деп жүріп, үлгермей қалсаңыз, мойныңызға қажылықтың қарыз болып кетесіз иншалла. Сондықтан бұл андай адам айтылғандай жағдайы бар болып тұр, мұсылман бола тұр, денсаулығы бола тұра, ол кісіге барып келуге міндет болып табылады екен. Және дереу, иншалла. Биыл үлгермегендер келесі жылы, бәлки иншалла осындай жағдай бола тұрған болса, ертерек қамдансын, келесі жылға баруға ниеттенсін иншалла. Ниеттенбе. Ұстаз, енді келесі сұрағымыз осы, үлкен қажылықтың бірнеше түрі бар дейді. Ол түрлері қандай және айырмашылығы неде? Әдемі, өте жақсы сұрақ, машалла. Енді бәлки шынымен қазір баратқан уақытта бәрі енді қажылық деген нәрсе біз қанша оқысақ та ол андай да теория бөлек, практика бөлек. Бәлки қанша оқытсақ та біз нұр сабақ береміз, шәкірттер тәрбиелейміз. Өзімізді де мысалға көрмеген кезде бөлек екен. Барып көрген кезде мүлде бөлек қосылық. Сондықтан шынымен мұны баратқанға дейін жақсылап дайындалып, өте былай айтқанда кемел орындауға тырысу керек. Мен айтатыным осы нәрседе иншалла. Енді бұл нәрседе қажылық деген кезде бізде қажылықтың 3 түрі бар екен. Түсінесіз, қажылықтың 3-ке бөлінеді. Үлкен қажылық бар, үлкен қажылық 3-ке бөлінеді. Ол ифрат деп айтылады. Тек қана қажылыққа ниет қыласыз. Мысалға тек қана Алла разы болсын қажылыққа баратырмын дейсіз, барған кезде қажылық орындайсыз. Бұл ифрат қажылығы. Түсінікті? Енді екінші бір қажылық бар екен, ол бізде тәмәттү дейді. Тәмәттү қажылығы деген сөз, барасыз қажылыққа, бірақ умра мен қажылықты бірге орындайсыз. Умра мен қажылықты бірге орындайсыз деген кезде біздің қазір Қазақстаннан баратын қажылардың барлығы дерлік, көбісі яғни. Осы тәмәттү қажылығын орындауға тырысады. Тәмәттү қажылығы дегеніміз не болды онда? Сіз бір сапарда барып тұрсыз ғой. Бәлки сіз бір умраға бармаған шығарсыз. Онда осы сапарда умраңыздан да құтылып қаласыз, және плюс қажылығыңыздан құтылып қаласыз. Онда бірінші умраны орындап алғаннан кейін, умра орындап болғаннан кейін, ихрамға умраға кіріп болғаннан кейін, умра бітеді ғой. Шашыңызды алып, ихрамнан шығып, Зулхиджаның 8-ін күтесіз. Неге Зулхиджаның 8-інде қажылық басталады? Зулхиджаның 8-інде қажылық басталады. Қажылық басталған күні қайтадан қажылыққа ниет қылдым деп қайтадан ихрамға кіріп, демек екі қосылықты бір барғанда бір сапарда орындайсыз. Бір сапарда не орындап жатсыз? Екі бонус қой былай айтқан кезде. Бір сапарда бірақ қажылық орындасаңыз бұл не? Ифрат қажылығы. Ал енді тәмәттү ифраттан қарағанда сауабы көбірек. Түсінесіздер ғой? Демек екінші тәмәттү қажылығы болды, ол сауабы ифраттан қарағанда көбірек. Неге? Өйткені бір сапарда екі қосылықты қатар орындап жатсыз. Бірақ бірінші не орындап аласыз? Умра. Кейін умраның шашыңды алып, ихрамнан шыққаннан кейін дем алып, Зулхиджаның 8-ін күтесіз. Зулхиджаның 8 күні ихрамға кіріп, не істейсіз? Қайттан қажылыққа ниет қылып, арасында бір аптадай уақыт болуы мүмкін. Неге? Өйткені көбінесе біздікілер Зулхиджаның бірі барады. Түсіндіңіздер ме? Зулхиджа айы бар. Зулхиджа айының бірінде неге барады? Меккеге барады. Зулхиджаның бірі барған кезде бірі күні умра 1-2-3-4 сағатты уақыт алады. Онда Зулхиджаның бірі орындап тастайды ма умранысын? Онда Зулхиджаның 8-іне дейін ол кісі сол Зулхиджаның 8-ін күтіп, келесі күндер намаздарына барып, басқа нәпіл тауаптарын жасап жүре береді. Зулхиджаның 8-ге келген кезде не орындайды ол кісі? Қажылыққа, үлкен қажылыққа ниеттеніп, уже қажылық амалдарын бастайды. Енді ол қажылық амалдары иншалла насіп етсе кейін түсіндіре береміз деп ойлаймын. Енді үшінші нәрсе не? Ол бізде қиран қажылығы деген бар. Бұл қиран қажылығы, бұл ең сауабы мол амал. Үш қажылықтың ішіндегі ең сауабы көп, ең абзалы ол қиран қажылығы. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да қиран қажылығын жасаған. Түсіндіңіз ғой? Демек сіз ал қиран қажылығы деген не? Қиран қажылығыда бір сапарға барған кезде умра мен қажылықты бірге орындау. Бірге. Тәмәттүға ұқсап қалды ғой? Иә, екеуі де бірдей болып қалды. Екеуі де бір сапарда орындайсыз, және умраны қажылықты орындайсыз. Бірақ бұда қиран қажылығында умра мен сапарды бір ихраммен орындайсыз. Ихрамнан шықпай. Ихрамнан шықпай дегенде сіз миқаттан өтетін уақытта, миқат деген яғни бір шекара, граница бар. Сол өтетін уақытта сіз ниет қыласыз. Аллахым, мен умра мен қажылыққа бірге өтеуге қиран қажылыққа ниет қылдым дейсіз. Сөйтіп екі ихрамды қатар кірдіңіз ғой. Сіз кіріп алған ихрам қажылық үшін және умра үшін болып жатыр. Онда бір сіз барасыз, Зулхиджаның бірі барасыз. Не орындайсыз? Умра орындайсыз. Умра орындағаннан кейін шаш алмайсыз.
Умра орындадыңыз, тауап жасадыңыз, сай жасадыңыз, енді шаш алып шығып кету керек, умраны бітіру керек еді ғой. Умраны бітірмейсіз. Сіз тұрасыз да енді әрмен қарай Зүлхижжаның 8-іне дейін қажылықтың рәсімі басталғанға дейін уже күтесіз. Бірақ бұл аралықта не жасай аласыз? Сіз қиран қажылығына барған адам тауап жасап болғаннан кейін, тауап яғни умра жасап болғаннан кейін шашын алмайды ғой. Енді ол адам тауафул қудум деп айтылады. Сәлем тауафын жасайды, сүннет тауаф жасайды. Сүннет тауаф жасайды да қашан? Зүлхижжаның 2-сі жасауы мүмкін. Сол Зүлхижжаның 8-і ихрамға ол кіріп қойған уже. Қайтадан жаңа ихрамға кірмейді. Қажылыққа ниет қылдым демейді. Зүлхижжаның 8-і ол Минаға, сол не бұрынғы ниетімен Минаға кете береді екен. Түсінікті? Демек бұл кісі қиран деген нәрсе тәмәттүқтан абзал болып тұрған неге? Өйткені ихрамнан шықпайды да. Зүлхижжаның 1-нен бастап 8-іне дейін ихраммен жүреді. Ихрам деген не? Ихрам дегеніміз сізге күнделікті өмірде халал болған нәрсе, халал. Бұрын сізге бәлки шаш алу, халал, тырнақ алу, халал. Бірақ ихрамға кіргеннен кейін ихрам хал ол бір. Ихрам дегеніміз адамның бір кіретін халі екен. Бұрын халал болған нәрсе сізге сол уақытта харам болады. Демек, сіз сол Зүлхижжаның 1-нен бастап 8-ден ихрамнан шықпайсыз. Одан бөлек әрманғы қажылық біткенге дейін ихраммен жүре бересіз. Бұда ихраммен жүру көп болған сайын сауабы да көбірек екен. Түсіне алдыңыз ба деймін, иншалла. Яғни жалпы ихрам деген нәрсені де бәлки мен қосып кетейінші, Дәулет бауырым. Ихрам деген не ол? Не ихрам деген? Ихрам не түсінесіз мысалы? Ихрам деген ақ мата түсінесіз ба? Сол киетін ақ мата. Ақ мата негізі ихрам емес. Бұл ихрам деген нәрсе ақ мата түсінеді екен. Бір адам ақ мата киіп алса ихрамға кіріп алды. Жоқ. Ақ мата киген сөз, екі ақ матаны киіп ихрамға кірді дегенді білдірмейді екен. Ихрам дегеніміз бұл сізге мысалы айтайыншы, бізде намаз басталған, намаз оқыған кезде намазға қалай кіреді? Былай Аллаху акбар деп такбир тахрим деп айтылады. Дұрыс па? Бұл такбир тахрим деген не ол? Сізге харам болатын такбир деген сөз. Нені харам қылады? Намазға дейін сізге халал болған нәрсе мына такбирмен харам болады. Намазға дейін сізге сөйлеу халал. Намазға дейін ішіп жеу халал. Бірақ намазға Аллаху акбар деп такбир тахрим. Тахрим деген не демек? Барлығы харам болды. Маған намазға дейін халал болғандар намаздың ішінде харам. Сөйлеу харам, намаздың ішінде ішіп жеу харам деген секілді. Демек, бұл такбир тахрим. Тап сол ихрам да сондай екен. Ихрам демек не екен? Менің халім, жағдайым. Қандай хал? Мен миқат деген ертең шекара бар. Немесе мен Аллаға алып Меккеге ұшатын болсам, Меккеге ихрамсыз кіруге болмайды. Есіңізде болсын. Меккеге міндетті түрде ихраммен кіреді. Ихрам деген не? Сіз айтасыз да, Аллах, мен умраға ниет қылдым. Немесе қажылыққа ниет қылдым дейсіз. Ниет қылғаннан кейін тәлбие айтасыз. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лака лаббайк. Иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк ла шарика лак деп. Тәлбие айттыңыз ғой. Не айттыңыз демек? Ниет қылдыңыз, тәлбие айттыңыз. Ниетпен тәлбие айтылған кезде ихрамға кірдіңіз. Мен мына киіммен ихрамға кіре аламын ба? Жоқ. Кіре аламын. Кіре аласыз. Әрине. Мына киіммен ихрамға кіре аламын. Енді ихрамға кірдім, мына киіммен кірдім ғой. Енді ихрамға кіргеннен кейін ихрамның тыйымдары бар ғой. Шарттары. Тыйым жоқ, тыйымдары бар. Ихрамға маған мына киіммен кіргеннен кейін, ихрамға кіргеннен кейін не айттық біз ол? Күнделік нәрсе харам болып қалады. Мынау енді кіріп тұр, бірақ мынау харам болып қалады. Не істеу керек? Бұны шешіп ақ киім кию керек. Өйткені ихрамның тыйымдары не ол? Ол ихрам тыйымдары тігісі бар киім харам болады деген бар. Тігісі бар киім ба мынау? Онда амал жоқ, бұны шешемін да ақ киім киемін. Демек ақ киім деген нәрсе ол не екен? Мен мынаумен дағы орындап бітіре аламын ба полный қажылықты? Бітіре алмаймын ба? Бітіре алмайсыз ба? Бітіре аламын. Мен осы киіммен ақ қажылық амалын бітіре аламын, умраны да бітіре аламын. Бірақ не болдым мен? Ихрамның тыйымдарын жасап тұрмын. Ихрам тыйым жасайтын болсаң, онда мен уәжіп тәрк еттім. Уәжіп тәрк етсем, менің қажылығым немесе умрам кемшілікпен болады, нұқсандықпен болады екен. Ол маған керек емес. Ал нұқсандықпен деген, ол нұқсандықты жабуға бола ма? Нұқсандықты қоймен жабам. Демек, мына киіммен мен умра жасап қойсам, умрам бар. Мына киіммен қажылық жасап қойсам, қажылығым бар. Бірақ не керек? Қой керек болады. Енді адам ойлауы мүмкін ғой. Ондай болса киім жасай беремін да қой төлей салам. Дұрыс па? Бірақ жоқ, сен қой төлей салсаң, қажылығың немен бар? Нұқсандықпен бар, кемшілікпен бар. А қажылықты немесе умраны кемел жасау керек та. Нұқсан болмаған дұрыс. Өйткені сіз руханиятын алғың келсе, бірінші амалдарын, сүннеттерін, уәжіптерін кемел орындау керек та. Сондықтан адам андай ойламау керек. Ақшам бар, мен иншалла қой соя салам, мен түйе соя салам демеу керек екен. А барынша қолшылығын кемел орындау керек та. Түсіндіңіз ғой? Демек, ихрам деген не болды? Ихрам деген адамның халі. Сізге демек, бұрын халал болған нәрсе, тырнақ алу халал болды ма? Ихрамға кіргеннен кейін харам. Сізге бұрын шаш алу халал болды, ихрам кіргеннен кейін харам. Енді демек бұл не деген сөз? Ихрам дегеніміз адамға дискомфорт сыйлау ғой.
дискомфорт. Түсінікті? Сен тырнағың өсіп кетсе дискомфорт, иә? Шашың өсіп кетсе дискомфорт. Енді адам ихрамда көбірек жүрген сайын, айлап ихрамда жүрсең, 2 апталап ихрамда жүрсең, 2 апта тырнағын алсаң, адам шашы өсіп кетеді, ол тырнағы не істейді, онда сауабы көбірек та оның. Ихрамда көп болған дискомфорт та көп болады. Түсіндіңіздер ба? Дискомфортты кетіріп, қол тырнағын алып тастасаң, комфорт қылсаң, ихрам несін істедің сен? Тыйымын орындап қойдың. Ол кезде не керек болады? Қой сою керек болып қалады екен. Түсінікті? Яғни былай айтқан кезде адам мына нәрседен сақ болу керек. Бұл жерде тырнағым, егер қараңызшы, менің 10 тырнағым бар ғой, қолымда 10, аяқта 10, 20 тырнақ, машалла. Осының мен бір тырнағын ғана бүйтіп тісіммен істеп алып тастасам, немесе 1-2 тырнағын ғана қисам. Маған комфорт келе ме, келмей ме? Келмейді. Келеді ғой. Әйтеуір мысалы шаршатып тұр мені. Істедім. Комфорт бірақ толық па, жартылай ма? Жартылай. Жартылай комфортқа садақа. Демек, қолдың 3 саусаққа дейін, 4 саусаққа дейін қара. 4 саусаққа дейін бұл комфорт толық келмейді екен. Түсінікті? Онда 4 саусаққа дейін тырнақ алсам, бұған не берем? Комфорт толық болмаса садақа берем. 5 саусақ алдым, комфорт толық келді ма? Дәм. Яғни қой сою керек болып болады. Сондықтан әрқашан сізге бір комфорт толық келсе, бұған не істейсіз? Қой. Толық келмесе комфорт, оған садақа. Деген секілді амалдарын білу керек. Яғни иншалла ихрамның тыйымдарын білу керек. Ол жерде Алла қаласа иншалла, мен ойлаймын, бұл бір сабақты бәрін айтып мүмкін емес. Бұл бір біздің подкасттың ішінде басынан соңында айтып беру бәлки ұзақ уақыт алатын шығар. Мен айтқым келіп жатқаны, Алла қаласа ол жердегі ұстаздарын қажылықта гидтар жақсылап тыңдасын, дәрістерге қатыссын. Ема, мен айтқым келіп жатқаны, біздің көбіміз өзіміздің бастан өтті. Біз андай екен, жүре береміз да. Сезінбейміз. Қажылыққа барамыз деген адамдардың бәрі андай. Әлі сенбей жүрген шығар өздеріне. Мә қашан ана ұшып кеткенге дейін сенбейді көп адам. Мысалға, бұйыра ма, бұйырмай ма, Алла мен шақырып жатыр ма шынымен? Шынымен баратырмын ба деп андай бір сезім бір төле болады да. Дайындалуға десе де бір қорқады. Сөйтеді да, самолетке отырған кезде ен сезінеді ғой. Точно барады. Ен тұрады да, сол кезде жан таласып оқуға кіріседі да. Жан таласып мына кітаптарын шығарып, қайда тәрбие қайсет, жаттау керек, қайсет дейді да. Содан кейін алады да, бәлки қажылығы кемел орындамай қайтуы мүмкін да. Ол болмайды да, сіз қаншама баяққа айтылғандай ғой, ақша жұмсағаннан кейін, одан кейін былай айтқан кезде күш қуат сарп еткеннен кейін кемел орындау үшін дайындалу керек та иншалла. Қазірден бастап, мысалы гидтар сізді ұстаздар шақырып жатса, келіңіз сабаққа дәріске деп, міндетті түрде қалмай әрқайсысын жазып тұрып, жаттап тұрып иншалла. Өйткені маңызды ғой, сіз айтып отырсыз ғой. Жаңа туған сәбиде қайтқың келіп жатса, яғни оның сыйы жәннат болуын қаласаң, онда хотя бы фарыздарын, сүннеттерін, уәжіптерін жаттап бару керек. Яма, оның амалдарын жаттап бармасаң, былай айтқан кезде, онда сауабын, руханиятын үміт ету қиын да иншалла. Сондықтан түсіндіңіз ғой, ихрам деген нәрсе, оны жақсы. Демек, сіз барынша қолдан келсе, қайсын орындауға барасыз иншалла? Кемел қылып орындау. Кемел орындау. Және 3 қажылық қайсын орындауға барасыз? Қиран. Машалла, мақтысыз. Қиран орындауға барасыз. Алла қаласа. Нәсіп етсін. Бірақ біздің Қазақстанның жалпы қажылары көбісі тәмәттуққа барады. Тәмәттуққа барады. Неге? Өйткені бәлки бір ерте бара ма? Жоқ, ерте барған емес. Сіз Зүлхиджаның 1 мен 8-ден ихрамда жүру қиын ғой. Бәлки не жасап қою мүмкінсіз? Тыйымдарын орындап қою мүмкінсіз. Тыйымдар бұдан бөлек не бар? Мысалға, әйеліңізбен барсаңыз, әйеліңізбен қосылу харам. Бір. Одан қосылбай тұрсын. Құшақтап сүю ол да харам. Кейде онда білмей атады бәлки адамдар. Құшақтап сүйіп, ондай болатын болса, ихрамда ол да харам. Онда білсін. Жақсы ма? Тек қана бәлки бір нәрсені көтеріп жіберу үшін қолынан ұстап, шахуатсыз қолынан ұстап демеп жүрсе, проблем жоқ. Бірақ шахуатпен құшақтап сүю немесе жаңа айтылғандай қосылу ол ихрамның тыйымдарынан. Одан сақ болу керек. Тіпті сіз Құдай сақтасын, егер жема қосылып қойса, ер азамат, ерлі зайыпты қосылып қойса, ихрамда жүріп, қажылық амалдарын бастамай тұрып. Түсіндіңіз ба? Қажылық амалдарын бастамай тұрып, Арафатқа тұрмастан қосылып қойса, қажылығы фәс бұзылады. Қажылығы не істейді? Бұзылады. Онда бұл адам қажылығы барып келсе де, қажылығы жоқ. Келесі жылы қайттан қажылығын өтеу керек болады екен. Көрдіңіздер ма? Сондықтан бұл өте сақтану керек. Иншалла, барынша сақтанып, бүткіл үкімдерін біліп барған дұрыс иншалла. Енді Қазақстаннан баратын қажы білсін, есінде болсын. Я тәмәтту, я қарин болып барады. Я мутамәтту, тәмәтту қажылығын орындайды, немесе қиран қажылығын орындау үшін барады. Қиран қажылығын орындау үшін айтылғандай, ихрамға кіріп, мен соңына дейін шыдап берем. Ихрамға иншалла шыдаймын. Мен тырнағымды алмай жүре аламын көбірек. Шашымды алмай көбірек шыдап берем. Бұның бәрін шыдап берем, төтеп берем десе, онда әрине қиран қажылығына барса, нұр үстіне нұр иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва жасағандай жасап келеді иншалла. Жоқ, тәмәтту қажылығын көрейін десе, олай да болады екен иншалла. Түсіне алдық қой, иә? Алла разы болсын. Амин. Жаңа шынымен де біз
ихрам деген ойлаймыз ғой жаңағы маған бір ихрам бере салшы, бір иә ихрам керек көрдіңіз деп. сол бұл ихрам киім деп ойлап қаламыз. Иә, Ихрам киім емес, ол киім бәлки аты рида немесе изар деп айтылады, үстіңгі киетін астыңғы киім. Бірақ ол киімді ихрам деп атап жүргеніміз ихрамда киілетін киім, ихрам халінде киілетін киім болғандығы үшін. Ихрам халіне кіргеннен кейін бұны кию міндеттісі үшін. Түсіндіңіз ба? Машалла. Ұстаз, енді келесі сұрағымыз осы үлкен қажылық кезінде әйелдерге қатысты қандай ерекшеліктер бар дейді? Жақсы. Үлкен қажылық кезінде әйелдерге қатысты ерекшеліктер, иә. Енді әйелдерге қатысты ерекшеліктер, бәлки әйелдер ихрам киім, ақ киім кимейді. Иә, кимейді. Әйелдер кәдімгі өзінің күнделікті хиджаб дейді ғой. Яғни орамалдарын кең киім киеді, әурет жерін жабатындай қылып киінеді. Және екінші, әйел азаматтар махраммен бару міндет айтылды ғой. Махраммен баруы міндетті. Махрам деген үйленуге болмайтын туысқаны. Әкесі, жаңа айттық, ағасы, інісі секілді. Одан бөлек күйеуімен бара алады. Одан кейін әйел азаматтар ихрамда, яғни ихрамда жүрген кезде ихрам халінде бетін жабуға болмайды. Бетін орамал ниқабпен жабуға болмайды екен. Беті ашық халде умрасын немесе қажылығын орындайды. Умраға барған кезде де, иә? Умраға барған кезде де, қажылыққа барған кезде де, умра амалында да болсын, қажылық амалында болсын, бетін жабу болмайды екен. Бірақ умра амалы бітсе, қажылық амалы бітсе, басқа нәпіл тауафтарды, басқа құлшылықтарды бетін жауып жүрсе болады. Бірақ ихрамда болғаныңыз бетті жабуға болмайды. Түсінікті? Мысалға, ер азамат ихрам халінде басына тақия кимейді. Білесіз ба? Неге? Сонда қарасаң дейді, ихрам деген біз айттық не дедік? Дискомфорт беру ғой. Демек, кейде басына бас киім киіп жүру, бейсболка киіп жүру комфорт екен. Сен ер азамат әрқашан бас киім киіп жүреді ғой. Үйреніп қалады да, шешу дискомфорт береді да. Түсіндіңіздер ме? Демек, ер азамат тақия кие алмайды, дискомфортта жүреді. Түсінікті ме? Енді демек әйел азамат, бірақ ер азамат демек тақиямен жүруге болмайды. Ол да ихрамнан дедік қой. Әйел азаматқа бетін жабуға болмайды екен. Бетін жабу ихрамнан екен. Түсіндіңіз ғой, иә? Бетін жабу ихрамның тыйымдарынан екен. Одан бөлек не болуы мүмкін? Қандай ерекшеліктер болуы мүмкін? Хайыз келіп қалса, өте батқан кезде. Өте дұрыс. Енді әйел азаматтар, егер мен қазір білетінім, негізі әйел азаматтар қажылыққа болсын, умраға болсын баратқан кезде бір дәрі ішіп алады екен. Хайыздарын, етеккерлерін тоқтатып, яғни қажылықтарын немесе умраларын кемел орындап қайтқысы келеді. Бірақ енді бір кісілер дәрі ішпей, яғни өзі барып, сол қажылық орындап отқан уақытта хайыз әйел қажылық орындай ала ма десек, орындай алады. Хайыз әйел немесе нифас болған әйел қажылық орындай ала ма? Орындайды. Қажылық орындайды деген кезде ол Арафада тұра ала ма? Тұрады. Муздалифада тұра ала ма? Тұрады екен. Жақсы ма? Одан бөлек Минада қона ма? Қонады. Яғни қажылыққа шайтанға тас-лақтармен лақтырады. Қажылықтың кез келген рәсімін жасай алады. Бірақ тек қана жасай алмайды, тауап қыла алмайды. Түсінікті ма? Енді қараңыз. Демек, әйел азамат, хайыз болған әйел азамат қажылық жасай бере ма? Жасай береді. Бүткілін жасай береді. Бірақ тек қана не қылмайды? Тауаф жасамайды. Тауаф неге жасамайды? Өйткені тауаф мешіттің ішінде. Әйел азаматқа мешітке хайыз халінде кіруге болмайды. Түсіндіңіз ғой? Енді әйел азамат хайыз болып қалды. Тауаф жасайын десе хайыз халінде. Бүткіл амалын бітіріп қойса. Немесе қажылыққа барған адам Арафада тұрды, Муздалифаға барып түнеді, Муздалифада тұрды, шайтанға тас лақтырды, бүткіл амалын бітірді, шашын алды, қойын сойды, тек қана не қалып тұр? Соңғы амал? Соңғы амал тауаф зияра дейді. Фарыз болған тауаф қалып тұрса. Фарыз болған тауаф қалып тұрған болса, әйел азамат тазарған күтеді. Сол жерде Меккеде не істейді? Тазарған күтеді. Меккеде тазарған күтеді да, тазаланғаннан кейін не жасайды? Тауаф жасайды екен. Жоқ, самолет қайтуым керек, ертерек қайтуым керек, самолет билет алып қойдым десе, және қайтатын уақытына дейін тазармаса, ол тауаф жасай ала ма, жасай алмай ма? Жасай алмайды. Жасай алады. Жасай алады. Бірақ жасаса, тауаф бар ма, жоқ па? Бар. Тауаф жасай алады десең, демек тауафы бар. Бірақ немен бар? Нұқсандықпен. Енді оны қалай толтырады? Қан шығарумен. Қандай қан шығарады? Енді не сояды? Түйе сояды. Өйткені бұл не жасап тұр? Үлкен бойда ретістікпен орындап тұр. Хайыз нифас халінде тауаф жасаса, немесе ер азамат жүніп халінде айналса, жүніп халінде не істейді? Есептеледі, бірақ түйе сояды екен. Түсінікті? Бірақ енді қарасаңыз, түйе бәлки қазір 1 миллион ақша тұруы мүмкін, 2 миллион ақша тұруы мүмкін. Онда ол әйел азамат қой самолеттің билетін тапсырып, түйе алғаннан қарағанда билет алғанда оңай болып тұр. Түсінікті ма? Сосын иншалла қолдан келсе ол кісі не істесін, егер хайыз келіп қалған болса, оның хайыз тоқтағанын күтіп, билет самолет қайтып бара жатқан болса да, оларды жіберіп басқа самолет алып кейін қайтса, қажылығы да кемелі болады, және иншалла ешқандай түйе де соймайды екен. Түсінікті? Демек, бірақ орындай алады. Яғни жүніп халінде ер азамат болсын, хайыз нифас әйел болсын, тауаф зияраны, фарыз болған тауафты айнала ма? Айнала алады. Бірақ не керек болып қалады? Түйе керек болып қалады екен.
түсінікті? Осындай бір кейде бізде осындай нәрселерін білмей жатқаннан кейін бәлки үлкен қателіктерге орын алып жатады да иншалла. Осындай үкімдердің өзін біліп алу керек та иншалла. Сосын ұстаз кейбір кәсіпкер әйел кісілер бар екен да, бірақ махрамы жоқ. Сол маған ана парыз болып тұр, енді қайтемін деген сияқты. Түсіндім. Енді жағдай бар бизнесмен әйелдер болатын болса түсіндім. Махрамы болмаса, онда оған жаңа айтылғандай, оған қажылық парыз емес. Қажылық парыз болып тұр демейді. Өйткені махрамсыз қажылық оған парыз емес. Түсінікті ғой? Махрамсыз мойнына міндеттелінбейді. Ол уайымдамай-ақ қойсын иншалла. Және ол да яғни міндетті түрде енді махарам жоқ болса біреуге тұрмысқа шығып үйленіп баруым керек па деген міндет те жоқ иншалла. Сондықтан Алла қаласа, егер ондай шынымен махарам ешкім болмаса, онда өзін қинамаса болады иншалла. Және сондықтан екінші нәрсе айта кетейін. Жалпы қажылық амалы бір оңай амал емес та. Мысалы қалай айтайық сізге ертең Муздалифа деген жер бар, Арафа деген жер бар. Сол Муздалифада түнеген уақытта айдалада түнейсіз. Далада. Оның шатырлар, палатка жоқ. Далада түнеген уақытта шынымен өте қиын. Әйел азаматтарға әсіресе мысалға қиындау. Сондықтан иншалла бәлки махраммен барған кезде бәлки сізде сол кезде көмектеседі. Мысалы мен түсінгенім махрамның керек екенді қашан. Ол жерде сіз мысалы Муздалифадан, Арафадан Минаға бұл жүріс қой бұның барлығы. Жүрген уақытта көбінесе бір заттарыңызды сумкалап аласыз. Заттар алып аласыз. Оны өзіңіз көтеру қиын. Сол кезде ер азаматыңыз болса, сіздің махарам туысқаныңыз болса, онда ол көтереді да сізді емін-еркін құлшылыққа, яғни былай мүмкіндік береді. Сондықтан қолдан келсе әрине иншалла махараммен барған дұрыс, және ол иншалла былай айтқан діннің міндеті. Машалла. Солай жасасын Алла. Бізде осы кейбіреулер жаңағыдай махрамсыз шығуға болмайды дегенде бір дінде шектейді деп түсінеді ғой. Машалла дініміз деген әйелдерді қандай не істеп қойған. Әрине, яғни бізде керісінше сізді қолдайды. Сізге тіпті міндеттемейді де. Алланың парыз болғаны сіздің мойныңыздан түседі. Неге? Сізге зиян келіп қалмасын. Алланың парызының өзі мойнынан түсіп жатыр, сізге зиян келіп қалмасын деп жатыр. Өйткені сіз бәлки барып алып, жаңағыдай қиын ғой шынымен. Оңай емес. Бәлки бар дәрет алатын болсаңыз да, ғұсыл алатын болсаңыз да, бір ер азаматтың жүргені жақсы ғой. Мысалға мен бір байқаймын, тіпті мына бір пойыздың өзінде де Алматы Ақтөбеге баратайық, Алматы Шымкентке баратайық, мысалға ше пойызбен баратқан кезде әйел азаматтар өзі ғана болса, бәлки қиналады. Дұрыс па? Қасында ер азамат отырса, кейде анауға приятно ғой. Бүйтіп, әкеп бере салшы. Бір рахат қой жұмсап отқан. Сен барып әкеп беріп, шайын қойып жүресің, бүйтіп жүресің. Демек, иншалла, сондай кезде бізде кейде жауапкершілікті өзің алмай, біреуге артқан негізі күшті ғой. Дұрыс па? Яғни жауапкершілікті отырасында маған шай әкеп келші, су алып келші. Немесе бір көріп жіберші, ана жақта ешкім жоқ па екен, дәрет алайын деп едім, бір қарап келші, бүйтіп жіберші. Бәрінде әйтеуір бір ер азаматтың жүргені жақсы. Сондықтан иншалла мен ойлаймын, бұл шариғат әйел азаматтың құқығын көтеріп барып махраммен барсын деп жатыр иншалла. Қорғап әрине иншалла. Сол үшін оны керісінше төмен санап бізді өйтіп қорлады демеу керек иншалла. Керісінше альхамдулилля деу керек қой. Жақсы ма? Ұстаз, үлкен қажылық кезінде көпшілігі жіберетін қателіктер қандай деп ойлайсыз? Үлкен қажылықта ма? Жақсы, енді бір Алланың қалауымен мына нәрсені айтайықшы. Мен қателік дегенде қалай? Кейде бұл ниетті жөндеуге, мысалға қажылыққа баратқан кезде жаңағыдай қандай қажылыққа баратқанын білсе екен деп айтамын. Көбісі білмейді ғой. Айтады, 3 түрлі қажылық бар екен. Бәлки оны білмеуі мүмкін. Онда біз айтамыз, ифрат деген бар, таматту және қиран. Соның қайсына баратқанын білсе екен дейді. Бір. Екі, сол шекарадан өткен кезде миқаттан өтеді ғой. Егер ол таматту қажылығына баратса, ол ниеттену керек бірінші умраға. Бізде көбісі осы жерде былай айтады екен. Демек, умра мен қажылыққа бірге ниеттенеді. Мысалы, лаббайк аллахумма умратан ва хаджатан деп айтады. Умраға және қажылыққа ниет қылдым дейді. Ал умра мен қажылыққа ниет қылдым десе, дереу не болып кетеді? Қиран болып кетпей ма? Қиран болып кетсе, сіз барғаннан кейін умрадан кейін ихрамнан шыға алмайсыз. Көрдіңіз ба? Демек, бірінші не істеу керек болады? Мен осы нәрсеге мән берсе екен деп кішігірім. Барып, мысалға, бірінші мен таматтуққа баратырмын. Онда мен бірінші не істеуім керек? Умраға ниеттенуім керек. Онда мен Аллахым лаббайк аллахумма умратан, умраға ниеттендім деп сөйтіп тәлбиясын айтып, умраны орындау керек болады. Умраны бітірді, ихрамнан шықты, шашын алды. Енді қажылық айттық қой, бастайтын кезде Зулхиджаның 8 күні, бір аптадан кейін. Зулхиджаның 8-і Аллахым мен ниет қылдым деп, ол қалай қылады? Үйінде, яғни үйінде деген гостиницада, қонақ үйде жуынады, ғұсыл алады. Ғұсылағаннан кейін ана ақ киімді киеді, киген 2 ракат намаз оқиды, нәпіл намаз. Оққаннан кейін Аллахым мен қажылыққа ниет қылдым дейді. Қажылыққа ниет қылдым дейді, және лаббайк аллахумма лаббайк деп тәлбиесін бастайды. Сол не болды сол кезде? Уже қажылық ихрамға кірді. Көрдіңіз ба? Гостиницадан кіріп ала қояды екен. Жақсы ма? Маша, осылай ниеттенеді. Енді бұл жерде айтқым келіп жатқан демек не қажылық қателіктер дедіңіз ғой. Онда бұл демек осындай сіз қиранға болса, онда қиранға жаңа айтылғандай бірге.
Аллах мен умра мен Умра қажылыққа мен бірге қажылыққа ниет қылдым, бірге. қиранға жылы ниет қылдым деп өту керек болады. Жақсы ма? Таматтуқта бірінші тек қана умраға ниеттену керек. Ал тек қана ифрат қажылығы бәлки бізде оны көп жасамайды. Өйткені айтып отыр, сауаптарған жасағың келеді ғой. Иә. Мүмкіндігің болса, әрине сауаптарға таматту және қиран. Жақсы? Ал қиранға баратын адам тек қана мен қажылыққа ниеттендім дейді болды. Сосын ұстаз ана ер кісілер жаңағыдай ақ мата алып аламыз дедік қой, миқатқа кірген кезде киім ауыстырып. Әйел кісілерде бір киім алып алады екен да үйінен. Сол миқатқа келген кезде ауыстырамыз депші. Ол әйел кісілерде қалай Әйел болады? кісілерге негізі міндет емес. Әйел кісілерге мен миқат бәлки былай болуы мүмкін. Кейбір әйел кісілер баратқан кезде намаз оқымайтын, бәлки немесе хиджаб кимейтін әйел болуы мүмкін ғой. Онда ол кісілер көбінесе былай кәдімгі күнделікті киіммен барады да, сөйтіп енді қажылық ихрамға кіру керек деген кезде әуретін жабық толық киім керек қой, орамалын. Сол киімдерін апаруы мүмкін. Сол кезде ол толық ихрамның, яғни былай айтқан кезде хиджабын киеді, орамалын тағады, әурет жерін толық жабады да, сөйтіп ниеттенеді. Сол киім болуы мүмкін. Әйтпесе үйінде кәдімгі орамалмен шыққан болса, сонымен дереу миқаттан ихрамға кіре алады екен. Және айтылған ихрамға кіргеннен кейін бәлки қателіктері кейде үлкен кісілер болуы мүмкін. Мысалға іш киімін шешпей қоюы мүмкін. Іш киімді шешіп тастау керек қой. Демек ештеңе қалмау керек. Іш киімді шешіп, кәдімгі екі ақ матамен ғана жүру керек. Және сол секілді кейде жаңа айтылғандай ихрамның қателіктері, ихрамның тыйымдарын орындап қоюы мүмкін. Ұмытып, мысалға шампунь шашын жуып қояды деген секілді, сабын қолданып қояды, иіс өсебін қояды, тырнағын алып қояды, шашын алып қояды, қолтықтағы немесе басқа да түктерді алып қояды, деген секілді қырынып қояды деген секілді. Онда бұлардың барлығы негізі ихрамның тыйымдарынан. Бұларды орындамау керек негізінде. Орындап қойған болса, онда болған айттық, қой немесе садақа керек болып қалуы мүмкін. Бірақ бұны да адам бұл дұрыс түсіну керек та. Адам неге шариғат қой дей береді, неге садақа дей береді деген ой келуі мүмкін ғой. Неге бұлар осылай біз ақшаны сұрай береді? Бәлки Құдай сақтасын, қой немесе садақа деп. Мен айтамын, жоқ, қойдың да садақаның өзі егер болмағанда, өзің ойлашы, кемшілікпен қайтсаң. Сен ойлашы, умраң бар, бірақ қажылығың бар, қандай? Кемшілікпен. Біртүрлі ғой. Сонша ақша жұмсап. Сонша ақша жұмсап, бол барып тұрсың. И плюс сенің кемшілігің умраң толық емес болса, қажылығың толық емес болса, ауыр ма? Сен мысалы намаздың өзінде бізде не бар? Намаздың уәжібін тәрк етіп қойсаң, саху сәждесі бар. Намазды толықтырып кемелдендіріп жібереді. Дұрыс па? Саху сәждесі не үшін шариғатталды? Намазыңыздың кемшілігін толықтырып жіберу үшін. Тап сол секілді сіздің қажылығыңызды немесе умраңызды кемелдену үшін сіз бір кейде адам шынымен пенде байқамай орындап қалды. Онда оның орнын жуып шаятын садақа болуы ол саған күшті емес пе? Сенің жуып шаятын, сен күнәңді жуып шаятын, қажылығыңның кемел болып кетуіне көмектесетін қойдың сойылуы керемет емес пе? Сондықтан былай қарау керек та. Яғни қойды садақа сізге бір жаза емес. Керісінше сіздің құлшылығыңыздың кемел орындалуына апаратын нәрсе. Әрине жаза ретінде қолданылады да, бірақ сіздің кемшілігіңізді толықтырады. Түсінесіз ғой, сіздің иншалла нәсіп етсе, умраңызбен қажылығыңыздың кемшіліктерін садақа арқылы немесе осындай қой сой арқылы толықтырсаңыз болады екен иншалла. Солай түсінсек дұрыс деп ойлаймын. Енді басқа да қандай қателіктер болуы мүмкін. Енді қателіктері, мен қажылықтан ана нәрсені бәлки қателік деп айтпайықшы, қажылыққа барған кезде ниетті айттық, ихрамға кіретін орнын айттық, одан кейін иншалла шайтанға тас лақтыру деген бар да. Бірінші шайтанға тас лақтыру деген бізде 3 күн бойы жасалады, немесе 4 күн бойы жасалады. Қалай? Мысалға Зулхиджаның 10 күні Жамаратул Ақаба дейді, үлкен шайтанға тас лақтыру. Үлкен шайтанға тас лақтыру деген сөз Зулхиджаның 10 күні, яғни құрбан айт күні жасалады. Бұл сіз үлкен шайтанға 7 тас лақтырасыз. 7 тас. Содан кейін тұрасыз, қалған Зулхиджаның 11-і, 12-сі, 13-і, тағы 3 күн, 7-7-7-ден әр шайтанға 3 шайтан болады. Кішкентай, орта, үлкен деп айтылады. Сол 3 тасқа, шайтан болатын тасқа, әр қайсына 7-7-ден лақтырасыз. Сонда қанша болады? 21. 21-ден 3 күн лақтырсаңыз 63. Дұрыс па? 21-ден 3 күн бойы лақтырмайсыз, қанша болды? 63 болды. Сосын бірінші күні 7 лақтырғаныңыз бар. Неше болды? 70 болды. Сонда барлығы 70 шайтанға тас лақтыру керек екен. 70 тас лақтырылу керек кімге? Шайтанға. Түсінікті ма? Енді демек бірінші күні қанша тас лақтырасыз? 7 тас. Лақтырдыңыз ғой. Келесі күні 21 тас лақтырасыз, одан кейін 21 лақтырасыз. 2-21 қоссаң қанша болады? 42. 42-ге 7 қосыңыз? 49. 49-бен де бітіретіндер бар. Бола ма? Болады. Қашан? Егер сіз тағы да бір күн қалып, мен ада түнемеймін, мен Меккеге кете берем десеңіз, онда бұл көбінесе үлкен кісілер ертерек кете береді, соңғы 21 тас лақтырмайды. Сондықтан егер сіз Минада қалмасаңыз, Минада түнемесеңіз, онда сіз соңғы шайтанға тас лақтырмауға сізге болады.
Бірақ егер Минада түнеп қалсаңыз соңғы күні, онда сізге шайтанға тас лақтыру соңғы күнінде уәжіп болып қалады екен. Егер түнесеңіз. Түнемей 2 күннен кейін дереу қайтып кетсең, Меккеге қарай кетіп қалсаңыз, сізге 21 тас лақтыру уәжіп емес. Түсінікті болды ма? Енді қараңыз, сол 21 соңғы күнге қой бір келіп тұрғаннан кейін әрине кемел орындап кеткен жақсы. Адамдар түнейді. 21 тасты соңғы 21 тас лақтыруға түнеді ғой. Енді түнеген кезде ең соңғы тас 21 тас түнеді. Ол кезде айтамыз, шайтанға тас лақтырудың уақыты қашан білесіз ба? Шайтанға тас лақтырудың уақыты зәуалдан кейін, күн ауғаннан кейін, бесін намаз кіргеннен кейін. Яғни бесін намаз кіргеннен кейін лақтырасыз. Ол 10-ы болсын, ол 11-і, 12-сі, 13-і болсын. Бірақ 10-ші күнге, 10-ші ең соңғы, айттық қой, ең соңғы 21 тас лақтыратын уақытта Абу Ханифаның көзқарасы бар, күн аумай тұрып, бесін намаз кірмей тұрып, ертең лақтырса болады деген. Бірақ шәкірттері жоқ, абзалы күн ауғаннан кейін дейді. Енді осы уақытта шәкірттер Абу Ханифаның көзқарасы екіге бөлінген кезде біз кейде пенделікке салынып, бәлки таңертең ертерек лақтырып кеткіміз келеді. Өйткені күн ысып кетсе қиын. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан ертерек лақтырып, ертерек Меккеге барғың келеді да, бірақ бұл жағдайда Аллаху алем абзалы шәкірттердің көзқарасын алып, бір келгеннен кейін күн ауғаннан кейін лақтырған абзал екен. Түсіндіңіз ғой? Яғни осы нәрсеге де ықтият танытса екен деймін. Яғни иншалла келдіңіз, демек зәуалға дейін лақтыруға болады. Кімнің көзқарасы? Абу Ханифа. Таңдамыз нұқ болғаннан Минадан шығып, ертерек лақтырып Меккеге кете берсеңіз болады, жетпісін. Соңғысын бітіріп. Бірақ зәуалдан кейін лақтырған абзал дейді кімдер? Шәкірттері. Өйткені басқа күндердің барлығында ол 10-ы болсын, 11-і болсын, 12-сі болсын, қашан лақтырады? Зәуалдан кейін. Бес намазына кіргеннен кейін лақтырады. Ең соңғы күнге Абу Ханифа рұқсат берген ерте лақтыруға. Бірақ шәкірттері ерте лақтырмайды деп айтқан екен. Сондықтан иншалла осы нәрсеге мән берсек. Сосын енді басқа не болуы мүмкін? Яғни Арафатта тұру деген нәрсенің жақсылап дұғаға өте көп мән берсек деген ниет қой. Бәлки сіз көп дұға жазып апарыңыз, сосын көбі андай да айтқым келгені. Қасыңыздағы жақсы адамдармен, құлшылықты жақсы көретін, құлшылықты сүйетін адамдармен былай айтқан кезде серіктес болуға тырыссаңыз деген нәрсе. Яғни көп шұғылданып қалмаңыз. Сосын айтатын нәрсе, мен телефонды былай айтқан кезде көп мүлде қолданбаса күшті болар еді деп айтар едім. Бәлки бір барған кезде телефонды 2 аптаға сөндіріп, немесе мүлде қолданбауға тырысып, қажылға әрі кетсе бір 6-7 күнде бітеді да негізі. Зүлхиджаның 8-нен басталса 10-шы бітеді. Сонда 8 мен 10 аралығында 5-6 күн бар ма? 6 күн бойы телефон қолданбай, әдемілеп шыдап берсе, онда иншалла қажылықтың былай айтқан кезде руханиятын алып қайтатын шығар деген ниеттеміз. Осы нәрсені айтамын да иншалла. Яғни осы бәлки мен де өзіме түйетін нәрсем болды да. Өзіме түйетін жаңа айтып отырсыз, қателік емес шығар, бірақ негізі телефон адамды алдайды да. Телефон алдайды, біреу жазады, хабарласады. Әрине бір жақсы, кейбір кезде дұғасын сұрап жатады, машалла, дұғасын сұраған кезде сіз де дұға қылып, ол кісілерді қарап, заметкеге жазып алып, ол бөлек. Бірақ қайта қарап, ойыңызды бөлмегеніңіз абзал. Деймін иншалла. Ал сіз жаңағыдай біреулер тырнағын алып қойып, жаңағыдай әтір сабын қолданып қою, соның барлығын жинап бір қойшы алса бола ма? Немесе әрқайсысына? Әрқайсысына бөлек. Егер қараңыз, мысалға былай деп айтайық та иншалла. Сіз тырнақ алып қойдыңыз. Тырнақ алдыңыз ғой. Тырнақ алған уақытта 5 саусағыңызды алсаңыз, оған не? Қой. Бір қой, 5 саусақ. Екінші 5 саусақ? Тағы бір қой. Тағы бір қой. Нағы 5 саусақ аяқ? Тағы бір қой. Мына аяқ? Тағы бір қой. Сонда 20 саусаққа неше болды? 4 қой. Бірақ сіз бұны бөлек-бөлек орындасаңыз. Бөлек-бөлек деген не? Егер сіз бір отырған кезде бәрін дереу алып тастасаңыз, қимылдамастан. Бұны дейді иттихадул мәжлис, бір мәжілістен қимылдамастан дейді. Бір мәжілісте отырып, мына 5 саусағыңызды, мына аяғыңызды, 2 аяғыңызды бәрін бірге алсаңыз, онда бір-ақ қой. Онда бұл не істеп кетеді? Қойлар бір-біріне кіріп кетеді. Бірақ бұны бөлек-бөлек. Бірінші 5 қолды алып алдыңыз, келесі күні мына 5 қолды алдыңыз. Одан кейін мына 5, одан кейін мына 5 аяқты алған болсаңыз, 4 қой болып кетеді екен. Түсіндіңіз бе? Енді демек сіз бірінші тырнақ алып алған болсаңыз, бір қой алдыңыз ба? Шашылып тастадыңыз. Тағы бір қой. Бөлек құлшылық амалдар ғой. Бөлек комфорттар алып отырсыз ғой сіз. Комфорттарды бөлек-бөлек болған сайын не болып кетеді екен? Қойда көбейіп кетеді. Сондықтан иншалла, яғни олай жасамаған дұрыс. Оны сол елге келіп барып. Енді айтайын. Егер сізге садақа міндет болып қалса, садақа ол да әдемі сұрақ қойдыңыз. Садақа міндет болып қалса, мысалы айтып отырсыз, тырнағыңызды толық алған жоқсыз. Бәлки тырнағыңызды біреуін тістеп жұлып тастадыңыз. Болмайды екен ғой дедіңіз. Онда садақа бересіз. Садақаны міндетті түрде Меккеде беру деген жоқ. Садақаны кәсіпке кіріп, Қазақстан елдегі мұқтаж бауырға, мұқтаж бір кісілерге, аға-апаға, іні қарындастарыңызға, бір кісілерге, туысқандарға салып жіберсе болады. Түсінікті ғой? Яғни садақаны Қазақстанға салып жіберсе болады. Бірақ қой міндет болып қалса, онда міндетті түрде әл-харам, яғни Меккеде шалыну міндетті.
сіз Қазақстанда звондап менің атымда бір қой сойып жіберіңдер деуге болмайды. Міндетті түрде әл харамда сойылады екен. Түсінікті ма? Жақсы, иншалла. Алла разы болсын Әмин, иншалла. Ұстаз, үлкен қажылықта жалпы жасалатын қателіктердің, яғни құрбан, фидия өтемі жалпы қалай өтеледі? Айтып кеттік-ау. Жалпы айтып кеткен Айтып кеттік бірінен, өткен бұны айтып кеттік. Фидия болған болса, фидия деген сөз, фидия андай ғой нәрсені, бұл фидия делінбейді, бәлки дәм. Мысалға, бұл фидия болғандай ғой садақа мөлшері. Садақа мөлшерін айтайық айтпашы. Мысалға сіз садақа қолыңыз тырнағыңыздың біреуін алып қойсаңыз, садақа деген нәрсе айттық қой. Онда оның мөлшері бәлки бір пәтер садақасындай. Пәтер садақасы бәлки біздің елде алдыңғы 735 теңге болды ма? Онда бір 1-2 мың теңге, 3-4 мың теңге беріп қойсаңыз болады екен. Ал енді ол жақта бәлки 10 немесе 20 реал деп біледі екен. 10-20 реал деп білемін. Егер ол жақта бергіңіз келсе, садақа десеңіз, бір 10-20 реал немесе гидтан сұрап, сол жақтың несімен береді ғой, өлшемімен, е? Жоқ, бізден де өлшеммен де берсе болады. Біздің де өлшем берсе. Бірақ енді жалпы көбірек берген абзал ғой. 735 теңге деп емес, бәлки көбірек берсеңіз абзал болады иншалла. Яғни садақаның мөлшері негізінде пітір садақа мөлшеріндей. Бірақ енді ояқтың пітір садақасының мөлшері негізі 20 реал деп біледі екен. Сөйтіп айтып жүрген етін, иншалла көтеріліп кетпесе, 10-20 реалдың төңірегінде. Онда иншалла сояқтағы ұстаздардың гидтардың сұрап алсын. Ал енді қой, ол айттық жаңа айтылғандай садақа, қой тек қана сояқта сойылады. Ояқта да енді гидтардан сұраса, қойдың бағасын айтып, сол кісінің атынан сойдырып береді иншалла. Одан уайымдамасын. Иншалла. Ұстаз, келесі сұрағымыз осы қажылықтың қабыл болуының белгілері қандай? Енді бұл жаңа айтылғандай ғой, Дәулет бауырым. Рухани жағына қарай біз не істемейік, көп кірмей-ақ қояйық. Рухани жағын иншалла, егер Алла қалап бұл рүкіндерді, жаңағы сүннет, уәжіптерін орындап келсе, онда иншалла бәлки руханиятын сол кезде көреді, қабыл болғанда сол кезде сезінетін шығар. Иншалла, енді қабыл болған әрине белгілері бәлки келгеннен кейін біз айтамыз, бәлки күнә жасамау, келгеннен кейін сол халінде қалу, мінезінің көркем болуы деген секілді, намазында табанда болуы деген секілді көптеген бәлки себептер бар. Бірақ жалпы енді бұл нәрсені мен бұл подкасттың мен маңызы ойлаймын, андай үкімдеріне қарай көбірек көңіл бөлсек, руханияты иншалла мен ойлаймын ұстаздар да, немесе үлкен имамдар да айтып жатыр деп ойлаймын. Иншалла сондықтан үлкен ұстаздар айтса мен қуанар едім, нұр болар еді иншалла. Сондықтан Алла қаласа, бәлки барып келген адам өз сезетін шығар иншалла. Егер шынымен кемел орындап келсе. Иә, иншалла. Ұстаз, осы бәдәл қажылық өтелуі шарттары, пайдасы жалпы тоқталып кеңінен ашып берсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Енді бәдәл қажылық деген нәрсе бізде Ханафи мазхабында бар. Бәдәл қажылық дегеніміз біреудің орнына қажылық орындау. Мысалға менің атам қайтыс болып кеткен болса, және атама да қажылық парыз болған болса. Мысалы атам жағдай болған екен, бәлки көптеген жылқылары болды деп айтайықшы, мысалы 1000 жылқысы болған болса, сосын бірақ жағдай болып тұра бара алмады. Себептерге байланысты бара алмады бәлки, ертеге ол уақытта самолет болмады бәлки. Сосын тұрамда айтам, атама қажылық парыз болған білсем, ертең қияметте одан сұрала ма, сұралмай ма? Сұралады. Онда айтам, онда атам иншалла ертең атамды жақсы көрсем, атам маған жақсылық көп болса, атам әрине жақсы көресің ғой. Онда мен айтам, онда мен атамның атынан бәдәл қажылық орындасам екен деймін. Түсінікті? Сөйтемін да атамның атынан мен айтам, бәдәл қажылыққа баратырмын деп, кәдімгідей мен компанияға ақшасын төлеп барам. Немесе мен бара алмасам, мен біреуді жіберем. Кім бос, кім бара алады, кім орындай алады. Көбінесе әрине ұстаздарды, немесе гидтарды жіберген жақсы. Неге? Өйткені бұрын орындап жүрген адам болған абзал. Бұрын орындамаған, бірінші рет баратқан адам жасай ала ма десе, жасай ала ма, жасай алмай ма? Бұрын орындамаған, бірінші өзі өтемесе де жасаса болады. Бірақ бірінші өзі өтеп алу абзал. Бірінші өзі өтеген адамды бәдәліға жіберу абзал. Бірінші өзі өтемеген адамда бәдәлі қажылық орындай ала ма, тұрғысын орындай алады. Орындайды. Түсінікті? Енді бәдәлі қажылық негізі ер азамат бару керек па, әйел азамат бару керек па? Ер азамат. Екеуі де бара алады. Ода проблем жоқ. Мысалға бір әйел азамат өзінің атасының атынан немесе апасының атынан бәдәлі қажылық орындай алады. Егер қажылығын шынымен өзінің фарз болған қажылығын орындап қойған болса. Бірақ махраммен бару керек. Әрине, онда да махрам бару керек. Махрамсыз түспейді. Бір жалпы айтқым келіп жатқан бәдәл қажылыққа ер азамат та, әйел азамат та орындай ала ма екен? Орындай алады. Туысқан болуы да шарт емес. Түсінікті? Бәлки мен тұрамда біреу маған айтса, менің бір осындай ұстазым бар еді, немесе менің бір атам бар еді, әкем бар еді, ұстаз сіз барғансыз ғой, сіз бәдәл қажылыққа барып әкемнің атын орындап бере аласыз ба десе, онда менің толық жол күремді былай айтқанда өтеу керек. Түсіндіңіз ғой? Менің жол күрем толық өтеу керек деген нәрсе, егер мен мысалы қазір компаниялар қанша сұрап жатыр? Бір 2 миллион сұрап жатқан болса, 2 миллион теңгесін беріп, менің толық барып келуімді қамтамасыз етеді. Түсінікті? Енді мен барып келемін да ол кісінің атынан қажылық өтеймін ғой. Қалай өтеймін? Мен айтамын, мен пәленше, ол пәленшенің атынан Аллахым тәмәттү қажылығына немесе қиран қажылығына келдім деймін.
орындаймын. Енді қажылық орындадым. Орындағаннан кейін бұл қажылық кімнен есептеледі? Бұл қажылық мойнынан түседі кімнің? Менің барған кісінің атынан түседі екен. Бәлки атамның атынан барсам, атама ниет қылған болсам, бұл қажылық есептеледі кімнің атынан? Атамның атынан есептеледі. Маған не бар? Маған дым жоқ па? Маған сауап бар. Сауап маған тиесілі, қажылықтың сауабын бәрін мен аламын. Бірақ ол мойнынан түсу атамның атынан екен. Сондықтан кейде адам ойламау керек. Бәдәл орындайды, еш нәрсе алып қайтпай ма? Алып қайтпайды емес, сауап алып қайтады да. Ойлаңыз, қажылықтың сауабын алып қайтасыз. Бірақ атаңыздан не түседі? Ертең қияметте қажылығы бар болып алдынан шығады. Қажылығы мойнынан түседі екен. Түсінікті? Енді бәдәл орындау үшін демек айтып отырмыз, жаңа айтылғандай, ол адамға бірінші фарыз болған адам болатын болса, соның атынан жіберсеңіз болады. Фарыз болмаса да, атамның алдынан қажылық шықса екен, жағдай болмаған болса да, мен жағдайым бар ғой деп, атамның, әжемнің атынан, әкемнің атынан деп жасаса, ертең қияметте сауап алдынан шықсын. Алла мейірімі шексіз ғой. Жәннатқа баратын амал болса екен десе, олай да болады. Фарыз болмаған болса да. Әкесінің жағдайы қатты емес, өзінің жағдайы жақсы. Онда әкемнің атына барып келейін, әкем атынан қажылық орындалса екен десе, олай да өзі орындай алады, немесе біреуді жібере алады екен. Бәдәлі қажылық деген жаңа айтылғандай, ол ақшасын толық төлейді. Бірақ енді қараңызшы, мына моментта бар да, иншалла, онда бәлки кейде білмей атады. Бұл бәдәлі қажылықты орындаған адам тәмәттүқ немесе қиран жасаса, ол кезде қой сою уәжіп. Тәмәттүқта да қой уәжіп, және қиранда қой сою уәжіп. Ифрат қажылығында қой сою уәжіп емес, сүннет. Сойсаң да, соймасаң да болады. Түсіндіңіз ба? Енді қой соятын кезде кім қой сояды? Бұл қой соятын кезде қажылық жасап жүрген адамның өзі сояды. Сіз жіберген адам емес. Неге? Өйткені сіз екі сауапқа иеленіп атқан. Сіз ба? Қайтыс болған кісі ма? Екі сауапқа иеленіп атқан. Бір сапарда екі умра мен қажылықты бірге орындап атқан. Сіз ба? Қайтыс болған адам ба? Сіз орындадыңыз. Сіз. Сауабын иеленіп атқан кім? Сіз. Онда сауабын иеленіп атқан. Және бір сапарда екі қажылық пен умраға нәсіп болып атқан сіз болғандығыңыз үшін бұл қой сою сіздің мойныңызда екен. Бәдәлі қажылыққа жіберіп жатқан адамның мойнында емес. Демек, қой бәлки $200 тұратын болса, $200 барған адам өзі шығару керек болады иншалла. Жақсы ма? Қалған жол көресін барлығын, басқа жатып тұруы бар, билеті бар, одан бөлек визасы бар деген сияқты, оны жіберген адам төлейді екен. Одан бөлек те былай қаржылай. Одан бөлек қаржылай берілмейді негізі. Берілмейді. Өйткені бізде итағатқа, жалпы Алла құлшылыққа ақша берілмейді, батыл болады деген қағида бар. Мысалы, сіз сауаптамау үшін ақша алмайсыз, Құдай сақтасын. Дұрыс па? Яғни құлшылық сатылмайды ғой. Мен айтатын болсам, ақша берсең, сен атың намаз оқып берем. Ақша берсең, сен ораза ұстап берем. Болмайды бұл. Ақша берсең, сен үшін умра орындап берем. Ақша берсең, сен үшін қажылық өтеп берем. Бұл дұрыс емес. Бірақ, иншалла, қажылық орындап бергеннен кейін, менің атамның атынан қажылық орындап бердіңіз ғой деп, Алла разы болсын деп, рахмет деп беріп жатса, ол бөлек мәселе. Жақсы ма? Сонда бірақ өзің талап етіп, мен орындап берем, маған 1 миллион берсеңіз, 2 миллион берсеңіз ғана орындап берем десе, бұл дұрыс емес. Жақсы ма? Бұлдан сақтанған жақсы. Яғни бұл енді өте қиындау. Бірақ иншалла жалпы бағасын айтпаса, одан кейін келгеннен кейін беріп жатса, бұл әрине бұл дұрыс, және иншалла атаңыздан жазылатын қажылық осы негізінде. Сондықтан бұл нәрсеге де мән берейік. Мен бәлки бұл жерде андай нәрсе емес та, енді бәлки бір ұстаздардың немесе гидтардың шамына тиін деп айтып жатқан жоқпын. Шам бәлки егер олар осындай деп айтатын болса, яғни бәлки олай айтпағандар жақсы дер едім иншалла. Яғни ұстаздар немесе сол жерде жүрген гид бауырларымыз егер мен осындайға миллионға, 2 миллионға деп баға қойса, бұл қиындау. Баға қоймаған жақсы. Мен егер барып бере аламын иншалла қаласа, сіздің атаңыздың атынан десе, болды деп иншалла бізді Алла қаласа, Алла разы болсын десе, кейін келгеннен кейін рахметін айтып жатса, ол бөлек мәселе екен иншалла. Соған ықтият танытса екен деген ниет қой. Яғни бұл айтқан кезде сауап аламын деп күнә алып қалмаса деген сөз ғой біздікі иншалла. Жақсы. Ал ұстаз, осы қайтыс болған кісінің атынан да өзінің атынан да бір жазылатын бола ма, немесе олай болмай ма? Тек бір адамның атынан өтелу керек қой, яғни? Әрине, тек бір адамның атынан өтелу керек. Яғни бәдәл қажылық сондай да, ол екі адам атынан жазылмайды. Сіз бәдәл орындаған болсаңыз, біреудің орнына, содан жазылады, сізден бірақ не бар? Тек қана сауап бар. Жақсы ма? Иншалла. Ұстаз, енді келесі сұрағымыз, үлкен қажылық амалдарының қайсысы парыз, қайсысы уәжіп, қайсысы сүннет екенін ажыратып берсеңіз дейді. Бұл енді ұзақ кетеміз отыр. Қажылық амалдары деген сөз, енді фарызын айтайықшы негізі. Қажылықтың енді бұл айтқан кезде 3 фарызы бар деп келеді да. Қажылықта 3 фарыз бар екен. Ол біз ихрам. Ихрам деген, яғни ихрамға кіру білеміз ғой. Тәлбие айтып ниет қылу, бұл фарызы. Ихрамға кіру бірінші фарызы. Екінші фарызы ол арафада тұру.
Сіз арафада тұрсаңыз, ихрамға кірсеңіз, арафаға барып тұрсаңыз, және үшінші парызы бұл не екен? Бұл тауфу зияра дейді. Парыз болған тауф. Тауфу зияра деп айтылады. Осы тауф табылса, онда сіздің қажылығыңыз бар. Үш парыз. Үш ақ парыз болды. Осыны орындап келсең, қажылығың бар. Бірақ не бар одан бөлек? Уәжіптері бар. Ал уәжіптері ол енді көп. Бәлки 20-ға жуық уәжіп бар ау деймін. Ол не мысалға уәжіптер деп айтайық. Осылардан бөлек Муздалифада. Муздалифада тұру. Түнеу сүннет. Муздалифада тұру деген таң намазына тұрып, дұға қылып, таң намазын оқып, дұға қылып тұру, бұл Муздалифада тұрудың үкімі уәжіп. Ал түнеу Муздалифада оның үкімі сүннет. Минада тұру, ол да сүннет. Түсіндіңіз ме? Уәжіп не? Шайтанға тас лақтыру, уәжіп. Қой сою, егер сіз таматтуқ немесе қиран қажылығына барсаңыз, қой сою уәжіп. Шаш алдыру, уәжіп. Түсінікті ме? Сол секілді Сафа Марван арасында жүру, уәжіп дедік. Түсінікті ме? Одан басқа не бар? Яғни саи уәжіп болды. Тағы осы секілді уәжіптер бар екен. Түсінікті ме? Бұл уәжіптердің барлығын біліп алу керек. Иншалла, бұдан да басқа да уәжіптер бар. Бұл иншалла Алла қаласа сол дәрістерге қатысып біліп алсын толық. Мен бәрін айтып, бұл айтқан кезде тоқталсам ұзақ кетеміз, сосын бұл жерде адамның дереу бұл айтып жатқан кезде тасауыр дейді, суреттеу болмағаннан кейін ұмытып қалуы да мүмкін. Негізі қолдан келсе, мен Нұрбаракта макет бар дандай, кәдімгідей қара тас, арафаның, мына Муздалифаның суреттері бар. Одан кейін үш жаңағыдай жамарат дейді ғой, үш шайтан тас лақтыратын шайтандардың сурет, үш тас бар да, яғни үш шайтан тасы бар деп айтайықшы. Сол бар. Одан бөлек мина бар. Бәрін бұл айтқан кезде, көз алдында тұрған кезде, осылай макетте тұрып үйрету күшті екен. Мысалы, мына жерге барып түнейсіздер, одан жерге барып дұға қыласыздар, мына жерге барып осылай істейсіздер, мына жерде осылай істейсіздер деген кезде ол бөлек екен. Сондықтан мен ойлаймын, қолдан келсе, егер сондай макеті бар жер, Нұрбарак сияқты жерлерде сабақ өтілсе екен деген ниетім бар. Одан бөлек мен білетін Медина деген ба, Аль-Мадина мешіті бар екен. Аль-Мадина деген мешіт бар, оның ішінде де қажылықтың андай Каабаның макеті бар. Соның ішінде қалай айналу керегін үйретеді. Сосын уәжіптің біреуі мынандай амал бар айтпақшы. Әр тауаф жасайсыз ғой, тауаф білесіз ғой. Тауаф деген бір Каабаны 7 рет айналу. 7 рет айналсаңыз бір тауаф жасадыңыз. Ол фарыз тауаф болсын, ол уәжіп тауаф болсын, ол нәпіл тауаф болсын, сүннет тауаф болсын. Тауаф жасағаннан кейін міндетті түрде 2 рәкат нәпіл бар. 2 рәкат нәпіл намаз бар дедік, бірақ 2 рәкат нәпілдің үкімі уәжіп. Ойлаңызшы, 2 нәпіл, бір үкімі уәжіп, тәрк етуге болмайды. Әр 7 рет айналған кезде 2 рәкат нәпіл намаз оқып керек. Бұны да бәлки кейбір бауырларымыз білмей жатуы мүмкін. Бұны да біліп алсын иншалла, жақсы ма? Тағы да уәжіптері иншалла толықтырып кетсек болады. Сүннет амалдары, енді сүннет амалдары бәлки бұл жаңа айтылғандай минада түнеу сүннет. Одан бөлек сүннет амалдары, мысалға не сүннет екен? Мысалға мына неде тауаф жасаған кезде алғашқы 3 кішкене жүгіру дейді ғой. Рамәл деп айтылады. 3 рет сәл жүгіру. Кішкене жүгіру, бұл да сүннет болып табылады. Пайғамбар жасаған. Кішкене тауаф айналған кезде алғашқы 3 кругты сәл жүгіріңкіреу, қаттырақ жүру. Одан кейін одан бөлек сүннет болып табылады екен. Мына неде харвала дейді. Сафа Марван арасында бір жүретін не бар? 2 жасыл шекара бар, сызық бар. Соның арасын жүгіру, бұл да сүннет. Сол сияқты сүннеттер бәлки тағы қандай сүннет? Ол ер кісілерге ме әлде? Ер кісілерге, әрине, ер кісілерге, әйел кісілер жүгірмейді иншалла. Одан бөлек басқа да сүннеттері бар. Бәлки мысалға арафада ғұсыл құйыну деген секілді иншалла, сондай сүннеттер, оны да иншалла қарап алсын Алла қаласа. Осы ұстаз қажылық уақытында бір намазды қосып оқиды. Әдемі. Арафада қажылық уақытында 5 мен аср намазын қосып оқиды. Түсіндіңіз ба? Енді қара, арафа деген ол Алла қаласа ертең қажылықтың фараздарының бірі ол рүкін. Сол кезде арафаға барған уақытта әр компанияның өзінің гидтер ұстаздары болады. Сол кезде әр компанияға бөлек-бөлек шатырлар береді. Шатырлардың ішінде боласыз. Шатырлардың ішіне кіргеннен кейін сіз 100-200 адам болуы мүмкінсіз бір шатырда. 100-200 адамға бір имам, бір ұстаз болады мысалға. Онда солардың барлығы имам тұрады айтады. 5 намаз кіргеннен кейін кәне барлығымыз 5 мен асырды бірге оқып аламыз дейді. Енді қалай бұл жағдайда? Азан айтылады. Содан кейін қамат түсіріледі да ешқандай сүннет оқылмастан дереу 5-нің фарыз оқылады. Түсіндіңіздер ме? Қаматтан дереу 5-нің фарыз оқылады. Енді 5-нің фарызынан кейін қайтадан сүннет бар ғой. Ол да оқылмайды, дереу қамат түсіріліп асыр оқылады. 5 мен асыр бір уақытта оқылып жатыр. Қай уақытта оқылып жатыр? 5-нің ішінде оқылып жатыр. Түсінікті ғой? Демек 5 мен асырды 5 намазының ішінде оқып алу, бір азан 2 қаматпен оқисыз. Біріктірдіңіз. Не үшін? Өйткені көп уақытыңыз дұғаға арналу үшін. Егер сіз 5 намазын өз уақытында оқып, асыр намазын өз уақытында оқитын болсаңыз, 5-нен кейін дәретін бұзып алмайыншы. Бұзып алсам қаяқтан дәрет аламын деп уайымдап кетесіз да, қосылыққа беріле алмайсыз дұғаға. Арафаның маңызы тек қана дұғаға өзіңіз арнау.
түсіндіңіз ба? Демек 5 мен асырды оқып қоясыз да, енді альхамдулилля сіз тек қана қосылықтан басқа, дұғадан басқа амалыңыз жоқ. Тек дұға қылып отыра бересіз. Енді ақшам намаз келеді ау десеңіз, еще ақшам намазында сіз ақшамда оқымайсыз ғой, құпты намазында оқисыз. Ақшам намазына дейін сіз 5-нен бастап ақшамға дейін, 5-нен бастап ақшамға дейін арафада тұрудың күні уәжіп. Түсіндіңіз бе? Арафада тұрудың, бір сәт тұрудың өзі фарыз болса, сол 5-нен бастап ақшамға дейін тұрудың күні уәжіп. Енді ақшам намазының уақыты кірген кезде істейсіз, ақшам намазын оқымайсыз. Ақшам намазы кіргеннен кейін аласыз да сіз Муздалифаға барасыз. Муздалифаға барған кезде құптан кіріп кетеді. Ақшам оқылған жоқ, құптан кіріп кетеді. Құптан кірген кезде сіз Муздалифада ақшам мен құптаны бірге оқисыз. Бірақ қай уақытта оқып жатсыз? Құптан уақытында оқып жатсыз. Ақшамда емес, құптан уақытында. Ол кезде бір азан, бір қамат керек. Екі қамат емес. Неге? Өйткені 5 намазының уақытында 2 қамат керек еді ғой. Неге? Өйткені бір қамат 5 үшін, 2 қамат асыр үшін. Неге асыр үшін 2 қамат керек болды? Өйткені асыр кірмегендігі үшін 2 қамат керек. Ал енді ақшам мен құптанда ақшам кіріп қойған ба, дәл шығып кеткен. Құптан ол да кіріп қойған. Онда бір қамат ақшамға жеткілікті. Құптан намазы кіріп тұрғандығы үшін оған қамат керек емес. Ақшам намазын оқып болады да, дереу құптанға ниеттенеді. Құптан намазын оқып алады да, ақшам мен құптанды оқып болғаннан кейін сол жерде түнейді, ұйықтайды, түнегеннен кейін таңертең тұрып, таң намазын сол жақта Муздалифада оқиды. Иншалла. Ал ұстаз, осы сапарда да біреулер намазды қосып жатады да, сол кезде осы міне қажылықта үстеді ғой деген сияқты нәрселер. Бізде Ханафи мазхабында намазды біріктіру тек қана осы қажылық айларында. Онда да жаңа айтылдық. Не үшін екен? Сізді Арафада өзіңізді дұғаға арнау үшін. Сондықтан бізде намазды қосып оқу деген нәрсе Ханафилерде Арафада бар және Муздалифада бар. Бұны жаму тақдим, жаму таъхир дейді. Ертелетіп біріктіру, немесе кешіктіріп біріктіру. Ақшам мен құптан намазын құптанда оқыды, онда кешіктіріп біріктіру. 5 мен асырды 5-інде оқыды, онда бұл ертелетіп біріктіру деп айтылады екен. Түсінікті? Ертелетіп біріктіру деп айтылады екен. Бұл тек қана бізде қажылықта бар, басқа уақыттарда, сапарларда бізде 2 намазды біріктірмейміз, мүлде біріктірмейміз. Өйткені бізде 5 уақыт намаз өз уақытында фарыз қылынды. Дұрыс па? Жақсы. Сол үшін бізде аят бар. Негізінде қандай аят бар бізде? Астағфиру билlah. Инна салата канат алал муъминина китабы мауқута. Расында намаз мүміндерге белгіленген уақыттарда фарыз болды. Демек 5 уақыттың әрқайсысының өзінің уақыты бар. Демек аят бар ғой. Енді екінші бір хадис бар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи сапарда намаздарды біріктіріп оқылып алды дейді. Енді пайғамбардың хадисі бар екен, мына жақта аят бар екен. Аятта әр намаз өзінің уақытында деп жатыр ғой. Онда біз хадиспен амал етпейміз ба? Деген уақытта хадиспен аят келсе, аятпен амал етеміз. Әрқайсының өзінің уақытын оқимыз. Ал енді пайғамбардың хадисін тәрк етеміз ба? Жоқ, біз пайғамбардың хадисімен амал етеміз. Қалай амал етеміз? 5 намаз шығайын деп жатқан уақытта, 5 намаз шығуына 5 минут қалған кезде 5-ін оқимыз. 5-ін оқып болдыңыз, шығып кеткен дереу асыр кірді ма? Асырдың уақытында асыр оқыдыңыз. Дұрыс па? Сыртына қарасаңыз 5 мен асырды біріктірген сияқтысыз. Дұрыс па? Демек бұл не? Бұл да жама, бірақ бұл хақиқатан емес. Яғни бұл суратан, тек қана суреті жағынан біріктіру. Бірақ шындығында әрқайсының өзінің уақытында оқыдыңыз. Біздің ғалымдарымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сапарда 2 намазды біріктірді дегенді осылай жорамалдайды. Жорамалдау дегенді көрдіңіз ғой? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 намазды сапарда біріктірді дегені, ол біріктірсе осылай болуы мүмкін дейді. 5-ін шығайын деп отқан кезде 5-ін оқыды да, сөйтіп асыр кірген бойдан асыр оқыған кезде сыртына қарасаң біріктірген сияқты. Бірақ әрқайсының өзінің уақытында оқыды. Біз осылай тәуіл, яғни жорамал жасаймыз да, біз әр уақыт, әр намаздың өзінің уақытында міндет деп айтамыз иншалла. Аллаху алем. Жақсы. Машалла. Келесі сұрақ ұстаз, үлкен қажылық кезінде бір амалдың қалдырылуы бүкіл қажылықтың бұзылуына себеп болатын жағдайлар бола ма? Айтылдық. Бір амалдың қалдырылуы деген сөз, Арафа тұрмасаңыз, негізі сізде Арафа тұру ғой. Арафаңыз кетіп қалды ма, болды, қажылық жоқ сізде. Арафаға бару кейде адам мынандай болады екен айтпақшы. Арафа күні бүткіл қажылардың барлығы Арафаға кетеді ғой. Сол кезде кейбір бауырларымыз, кейбір кісілер мына Кааба босап қалады ғой. Сол Каабаға келіп ешкім жоқ кезде барып қара тас сүйіп алғысы келеді екен. Қара тасты сүйіп Каабаның жанына жүргісі келеді да. Бірақ негізгі амал оның не? Арафаға тұру. Арафаң сіздің парыз кәдімгідей. Ол болмаса былай айтқан қажылық жоқ. Келесі жыл қайтып келу керек болып қалады. Сол кезде сіз қой мен қажылармен бірге бара беріңдер Арафаға. Мен барып Каабаға барып өзім жүріп қайтайын, ешкім жоқ кезде. Қара тас сүйіп алайын десеңіз дұрыс емес. Сондықтан осыған мән беру керек. Міндетті түрде қажылыққа барғаннан кейін Арафа тұру міндетті. Арафада тұрылмаса қажылық жоқ. Түсінікті? Сол үшін енді екінші нәрсе біз болатын нәрсе айттық қой жаңа. Арафаға тұрмастан бұрын әйелмен жыныстық қатынасқа қосылып қою. Әйелмен жыныстық қатынасқа барып қойсаңыз, Арафаға тұрмастан бұрын болды. Одан кейін тұрам ғой десеңіз, тұрсаңыз есептелмейді.
Өйткені харамды тыйымын не істедіңіз? Бұзық қойдыңыз. Қалай? Қосылумен. Онда әйеліңізбен қосылып қойып, Арафаға дейін қосылып қойсаңыз, қажылығыңыз жоқ. Бірақ не істейсіз? Мен болды, қайтам демейсіз. Біздің исламда мына нәрсе көреді, ислам. Бір нәрсені бастадың ба, соңына дейін бару міндеттісің. Түсінікті ма? Яғни, андай ғой, беліңе асынған кезде, беліңе балтаны байлама, байласаң, андай апар дейді соңына дейін. Бір нәрсеге бел будың ба, кіріс дейді ғой. Исламнан ғой негізі. Қарасаң, сіз ихрамға кірдіңіз ба, ихрамнан шығуға болмайды бітірмейінше. Білесің ба? Сен ихрамнан шыққың келіп, жоқ мен орындамайтын болдым, қайтып кетейін деуге болмайды. Енді сіз мына жерде қарасаңыз, әйеліңізбен қосылып қойдыңыз, қажылығыңыз жоқ, бірақ айтып жатыр, бітір сонда да дейді. Десесің сен Арафаға барасың, орындайсың. Муздалифаға барасың, орындайсың. Шайтан тағы бәрін орындайсың. Бірақ бұл есептелінбейді. Келесі жыл қайттан келу керек болып қалады. Түсінікті? Еще бұны қосылып қойғандығыңыз үшін тағы да сізге не керек болды? Түйе уәжіп болып қалды. Түсінікті ма? Яғни сізге түйе уәжіп болып қалды. Аллаху алем, ол кезде ол, яғни былай айтқан кезде осы амалдарын сақ болу керек деп ойлаймын. Осы нәрсеге мән беру керек, иншалла. Бұл нәрселерді орындамау керек. Немесе Аллаху алем қателеспесем, түйе немесе қой бір қарау керек ұмытып отырмын. Мен білетін түйе негізі бір жағдай, екі жағдаймен. Хайыз халінде немесе жүніп халінде айналып қой, екінші осы жағдайда болу керек. Дұрыс. Егер ихрам халінде тауаф Арафаға дейін қосылып қойса, екеуіне түйе болу керек, Аллаху алем. Бұл сақтанған нәрсе иншалла. Жақсы. Одан кейін ұстаз, осы қажылық бір адамға парыз болып қалған кезде, енді ол туралы білім алу да оған парыз болып қалған ма? Жақсы, әдемі, әрине. Қажылық оған парыз болған болса, онда қажылық жайында білім алу парыз болады. Әдемі сұрақ, әрине. Өйткені сіз ол нәрсені білмесеңіз, қалай орындайсыз? Дұрыс па? Демек сіз оған не білмесеңіз, бәлки сіз үзір иесі едіңіз. Білмесеңіз болатын еді. Жауапкершілігінің астында емес, бірақ сіз парыз болғаннан кейін оны жайында білмеу, зерттемеу, бара салу болмайды ғой. Оған жақсылап мән беріп, қарап, ілім алып бару керек, маша. Әдемі сұрақ. Алла қаласа, негізі әлі уақыт бар ғой, бауырларға, жамағатқа айту керек та, барып ұстаздардан дәріс алып қалыңыз, айтылғандай макеттер бар жерлерге барып дәріс алыңыз, иншалла. Болмаса біз Алла қаласа бәлки былай ұйымдастырсақ болады. Дәулет бауырым, біздің тұлға бар ғой, зерттеу орталығында үлкен конференция залы бар. Дәріс берсек болады. Егер қаласа, мысалға, иншалла, неге дәріс бермеске? Әдемілеп тұрып сызып, жаңағы интернеттен интерактивті доскалар бар ғой, соларға жақсылап тұрып суреттерін көрсетіп тұрып көрсетсек, мен ойлаймын, бұл үлкен әдемі нәрсе иншалла. Егер ондай ұсыныстар болса, оқиық деп жатқан болса, сіздерге шықсын. Енді бізде жалпы Инстаграмды сіздер біздің жалпы шәкірттер жүргізеді ғой. Енді онда бәлки білгендер дұрыс шығар деп ойлаймын. Бәлки Инстаграмға шықса, біз жауап бере алмай жатсақ, онда иншалла ол жерде біздің бауырларымыз шәкірттер отырады. Сондықтан сіздер ол жерге бәлки сұрап жатса егер иншалла дәріс өтсек екен, қажылыққа баратын едік, біз сол жерге барып сізден жаңағы дәріс алып алайық десе, біз қуана мен көмектесетін едім иншалла. Бәлки біз сұрасақ болатын шығар. Жақсы ма Дәулет? Иншалла. Алдағы уақытта алайық. Сол 15-іне дейін ғой, ойлаймын, мамырдың 15-і ұшады, мен білетін. Сонда қазір өте аз уақыттар қалды ғой. Сондықтан иншалла ертерек қамдансын, реттелсін, бәрін оқып барып дұрыстап өтеп келгендері жақсы ғой. Кемел қылып. Иншалла. Ұстаз, Алла разы болсын. Болды ма? Алла разы болсын, ұстаз. Енді құрметті көрермен, бүгінгі подкастымыз біздің соңына келді. Иншалла барынша сіздерге пайдалы болдық деген ниеттеміз. Иншалла осы өмірлеріңізде бір рет жасайтын қажылықты барынша кемел етіп, еш кемшіліксіз орындап келуді, және де анасынан жаңа туған сәбидей болып келулеріңізді Алла тағала баршаңызға нәсіп қылсын. Әмин. Қажылық жасамаған кісілерге қажылық жасауды Алла тағала нәсіп етсін иншалла. Және де ұстаз, алтын уақытыңызды бөліп келіп бізге өйстіп ашықтап түсіндіріп беріп жатқаныңызға сізге алғыс айтамыз. Алла разы болсын. Өмірде дәрежеңізді биік қылсын иншалла. Пайдалы болса қуанамыз. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух.